Қайырлы күн, Шымкент қалалық жасөспірімдер кітапханасының оқырмандары. Бүгін сіздермен жүректен қозғайық әдеби хабарымыздың кезекті шығарылымы. Ақ қанатты періштем атты онлайн сұхбатымыздың бүгінгі құрметті қонағы Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының және журналистер одағының мүшесі, аудармашы, лирик ақын Гүлнар Өмірбек бізде қонақта. Қош келдіңіз, Гүлнар әпке. Гүлнар Итіркепқызы Түркістан облысы Созақ ауданы Шолаққорған ауылының тумасы. Ақын ақ қанатты періштем, Сүмбіле қыздың сырғасы, жанының жапырағы атты жыр жинақтарының авторы. Мәдениет саласындағы бірнеше алғыс хаттардың және кітапхана ісінің үздігі төс белгісінің иегері. Гүлнар әпке өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Іш алтын, сырты күміс, сөз жақсысын, қазақтың кестірер қай баласы деп, ұлы Абай ақын жырлайды емес пе? Ендеше сіздің өлең өнер өлкесіне ақ қанатты періштем деп кітап шығарып келген екенсіз. Лайым сізді өнерде де, өмірде де ақ қанатты періштелеріңіз қолдай берсін. Ендеше осы поэзия әлеміне келу жолыңызда біздің оқырмандарға сыр шерте кетсеңіз. Сөз сізге. Қосылып тұр ғой, қайырлы күн, рахмет, қайырлы күн, қадірлі оқырмандарымыз, қымбатты достар, бүгін баршаңызды жүздескен отырғанға өте қуаныштымын. Алдымен бүгінгі мереке әріптестерімді, қымбатты әріптестерімді, журналистерді, қалам тербеп жүрген түрлі саладағы достарымызды баршасын осы мерекемен арқалағандар, алтын жегендері жантақ журналистер күнімен құттықтаймын. Баршаңызға сәттілік, табысын тілеймін. Және ертең күллі мұсылман жұртының ұлық мерекесі, Құрбан айт мерекесі қабыл болсын, барша ізгі ниеттеріңізге нұр жаусын демекпін. Ал енді Жадыраның сұрағына келейік. Жадыраның поэзия әлеміне келу деген, бұл поэзия әлеміне келдім деп айта алмаймын. Поэзия әлемі мен үнемі жасымнан айналымда болды десем де болады. Көзімді көргенім кітап деп үнемі өзім қайталап айтып жүремін. Өзімен жасымнан өлеңнің, өнегелі сөздің, аңыздың әңгімесі десек те болады. Сондай әдеби ортада, әдеби семьяда өстім. Анамыз кітапханашы болды, өте білікті кітапханашы болды. Әдебиетті өте жақсы білетін. Және әкеміз әрине жазушы, журналист, білімді, өте білімді кісі, қалам тербеген кісі болған. Үйімізде дүние жоқ болса да, дүние мол болмаса да, кітап, газет, журналдар деген бізде сөре болып жиналып тұрады. Және өзім өлең оқығанды өте жақсы көретінмін. Орыс тілінде болсын, қазақ тілінде болсын, соны жанымен оқып, жаттап жүретінмін. Бірақ поэзия менің айналамда, поэзиямен өзімде жүрсем де, мен өзім қалам тербегенде өте кеш тербедім. Әрине, бұлдан өкінішті деймін. Рахмет, сұрағыңызға қарай жалғастыра берсеге уақыт. Жақсы, рахмет. Сіздің өлеңдеріңіздің дені ұқсаты лирикаға құрылғандығын байқауға болады. Махаббат, сағыныш, асау сезім, қыз жүректің нәзік лүпілі, бәрі барлығын сіз табиғаттың әдемі табиғат образымен үйлесімді түрде бере білген екенсіз. Сіздің лирикалық кейіпкеріңіздің өзінің ашық әлемі бар, дауылды сезім адам екенін байқады. Мынау әйгілі Сұлтанмахмұт ақынның сезімнің сыртқа шықпас түрі бар ма, оны жасырар адамның күші бар ма деген деп жырлаған екен. Сол айтпақшы, сіздің лирикалық меніңіз бұл құбылысты қалай қабылдайды, сол жайында кішкене айта кетсеңіз. Лирикалық мен дегенге келетін болсам, мынандай мен өзім жақсы көретін, қайталап жүретін жыр жолдары бар. Тіпті де мен еместі мен дегенім,
өзгенің жанын ұғу үшін өзімді зерттегенді жөн көремін деген мұқағали. Бұдан артық айтуға болады деп ойлаймын да. Бұл өте менің өмірлік ұстаным десем де болады. Өзімнің менімді, өзімді зерттеп келе жатқаным. Енді осыған байланысты бір-екі өлең өзім туралы, поэзиядағы өзімнің менім жайлы оқып кетсем, айта кетсем, қонар мекен кеудеме көшел өлең, тәуекел көрем бәрін пешенеден, тұрақ таппай мына кең дүниеден, өлеңдей неше кеткем, неше келгем. Мұны өкініп, мұн үміт кешелерден, мұндарымды жетелеп, еселенген орала берді өлең өлкесіне, өмір атты шар басқан көшелеріне. Өзендей баяу аққан білінбедім, кім таниды өлеңімді бүгін менің, шекпен киген қазақы қара өлеңге, орамалдай желбіреп ілінгенім. Көреді көргенімнен көрмегенім, өзімдерді өрмеледім. Қаратау терісінде қара өлең құшақтап барғыш жүрсе, сол мен едім. Керемет, Гүлнар әпке. Рахмет сізге мынадай әдемі сыршыл лирикаңызға. Мұқағали қара өлең деген өлең еске оралтады екен. Қазақтың қара өлеңі шекпен жауып өзіне қайтарамын дейді ғой. Соның бір нұсқасы сияқты сіздікі де өзіңізге оқшылайды. Иә, әдемі өзіңізге тән стиліңізбен жырлаған екенсіз. Мынау Айгүл Кемелбаева деген әйел балаларынан арнайы алып отырып, керемет жазушыны білесіз, терең бір шығармалар жазады проза саласынан. Соның өнер Құдайдың құдіретін тануға бастайды. Рух дүниесінің материалдық дүниеден басымдығын сездіреді деп жазған екен бір сұхбатында. Ал сіздің түсінігіңіздегі сөз өнері, өлең әлемін қалай қабылдайсыз сіз? Сол жайында кішкене айтсаңыз. Өнерді өлең деп түсінемін, өлеңді өнер деп түсінемін. Өлең деген құдірет тәрбие, ұшырағы кім құдірет, жарықты кім деген өлең жолдарым бар. Бұны өнерді сыйлаған, өлеңді сыйлаған адам Құдайға келеді деп келтіріп тұр ғой Айгүлдің сөзі. Иә, өзің ішкі дүниеңді, айналаңды, тылсым тіршілікті, бәрін өлең жазушының соның бәрі өзің ішіңнен жүрегінен шығып жатады дегім келеді. Осы жайлы өзім жайлы дегендерімді бір-екі ауыз келтіре кетсем, ерікте берсе ойларым дарахандарым, құспағым өлең жіберім, ұшырса балапандарым, ашылар сонда сарайым, артында басам мінезім, тұра қалса тосып тау төсін, жер жайып алақандарым. Ақтарыла шықса сырларым, кіршіксіз сезім тамшыдай, қалайша жатар едім мен, қойнауын жардан аршымай, зар емес мұның басымдау, алыстым арсыздықпенен, алыстым қасамдықпенен, жаһанда жалғыз жаршыдай. Өлеңнің құдіретін білдіреді. Әрине біз оның бір парасын ғана ұстап жүрмін деп есептеймін. Өйткені ол тылсым дүние, ол үлкен әлем, ол кеңістік өлең деген оның бәрін әрине игеру екінің бірінің қолынан келе бермес. Жақсы, Гүлнар әпке. Айналып кете алмадым бақырладан, жер бар ма жүрегіме жақынмынан деп өзіңіз жырлағандай, созақтан құнарлы топырағының перзенті қызы боласыз. Міне сол созақтың құнарлы топырағынан арғы жағын айтпағанда, керемет классик жазушы, әңгіме жанрының әсіресе Тәкен Әлімқұлов, прозаик генерал Асқар, Шертпек бидің шебері Төлеген Момбек өзіміз керемет жақсы көреміз күйлерін. Созаққа барған кезде студенттерімізде барған болатынбыз. Базарында күй шертіліп тұратынына куә болғанбыз, қандай керемет деп қайтқанбыз. Сосын мынау ақын қызымыз Бәтима Батырбекова сияқты тағы басқа керемет ақын жазушылар, өнер иелері шыққандығын білеміз. Мынау сіздің жеке шығармашылық әлеміңізде осы тұлғалардың орны болды ма? Ықпалы қалай болды сол жайында? Сәл жаңа сенен бір қате байқап соны ескерте салайын деп жатырмын. Прозаик генерал Асқаров дегенде
Асқар Сүлейменов деп айтқым келді ау, генерал Асқар екен, күйші, сазгер, күйші, сәл жөнде солай ма Асқар Сүлейменов, тыңдап отқандардан ұят болмасын. Әрине Тәкен Әлімқұл, Асқар Сүлейменов, күйші генерал, күйші Төлеген Момбековтердің, олардың бәрі биыл даталы жаңағы мерейтойлары биыл бәрінің ауданымыздың 95 жылдығымен қоса Төлеген Момбековке 105 жыл, Тәкен Әлімқұловқа 105 жыл, Асқар Сүлейменовке де сондай мерейлі дата биыл, соның бәрі қуанышты дата. Әрине бұның бәрі аудан көлемінде аталып, облыс көлемінде аталып өтеді деген сенімдіміз. Ал енді Тәкен Әлімқұлов әрине көркем сөздің зергері ғой, керемет зергері, классик. Бүкіл ұлт әдебиетін мойындаған, ұлт әдебиетінің төрінен өзінің ойып тұрып орын алған Асқар Сүлейменов болса, қазақ рухының бекзадасы атанған, қазақтың бекзадасы, созақтың бекзадасы атанған. Оның тіпті Асқар Сүлейменовтің өзін емес, сөзден емес, тіпті желкесінен көрсек тайсалып тұрамыз деп мойындағанын қазақ әдебиетінің әрі тұлғалары өте білімді болған, өзі бір беттей айтарын тік айтатын, ойына ештеңе жасырмайтын, неге сол ерте кеткен, орны толмас өкініш болып қалған, орны әлі күнге дейін ойсырап тұрған Асқар Сүлейменовті қазақтың бәрі біледі, әлем біледі, әдебиет сүйер әлем біледі десек те болады. Ал Тәкен Әлімқұловқа келетін болсам, менің шығармашылығымда орны ерекше. Жасымыздан армысың алыстағы аяулы ауылым. Армысың алыстағы аяулы ауылым, қош-қош деп тап тұсынан өтіп барам қолға құздарына қаратаудың деген Тәкен Әлімқұловтың өлеңін жаттап өстік қой жасымыздан. Ал менің шығармашылығымда оған көп еліктедім, көп қайталап оқыдым. Кейін кезде осы Тәкен Әлімқұловтың өлеңдерін біршама орысшаға да аударуға, орыс тіліне аударуға тырысып жүрмін. Тәкен Әлімқұловтың өлеңдерінен. Соның ішінде жаңағы армысың алыстағы аяулы ауылым дегенін орыс тіліне аударып, бұны құда қаласа кітапқа енеді деп отырмын, Фейсбукке жариялап жүрмін оларды. Мінекей. Ал енді мен Асқар Сүлейменовті мен табындыратыны, оның созаққа деген шексіз перзенттік сезімі мені табындырады. Оның шексіз махаббаты созаққа деген, қазаққа деген бір бөлекше созаққа дегені мені таңғалдырып табындырып келеді. Оның сөздерінің бәрі апаресінің айналып кеткен бір сөздері созақ туралы. Мысалы, созақ Шымкентке қарай ма дегенде ешқандай түрініш өтпестен жоқ, Шымкент созаққа қарайды деген. Неге созақ өзі қандай жоғары қоятынын, одан созақ мінез, созақ өнер, созақ қария деп айтқан сөздері ол тіпті бүкіл қазаққа тарап кеткен сөз. Тәкен Әлімқұловтың да туған жерін, елін егіле сүйгені соншалықты ол созақты былай деп айтқан. Созақ оңтүстіктің сарыарқасы да сарыарқаның оңтүстігі деген. Оның шалғайдағы созақ елінің, қазақ елінің тарихындағы, қазақ елінің руханиятындағы орнын көрсеткісі келіп, осылай өз жеткенінше осындай афоризм сөздерді тастап, созақ аспандатып отырған, абыройын аспандатып, асқақтатып отырған. Сол үшін Асқар Сүлейменовті әрине оның шығармашылығына менің ісім бата қоймады. Оған киелі десек те болады, қасиетті десек те болады. Оны абайлап ұстап, Асқар Сүлейменовтен үлгі алдым, Асқар Сүлейменовке еліктедім деп мен айта алмаймын. Бірақ оның орны өте бөлек, өте ерекше екені баршамызға айқын. Ал Басима Батырбекованың орны бөлек, Қаратаудың қалың тербеген қызы, ал Төлеген Момбеков келетін болсақ, оның қазіргі күйлері қайтадан жаңғырып, жаңар, қайтадан өзінің тыңдарманын тауып, мысалы бір ғана салтанат күйін алсақ, қаншама клип түсіріп жатыр, қаншама әлемде орындалып жатыр. Ол неге ол өзінің өлмес орнын тауып келе жатыр. Ұлттың руханиятында, ұлттың күй өнерінің түрінен ойып тұрып орын алған Төлеген Момбеков біздің, әрине ол біздің шертпелінің шебері, ол біздің мақтанышымыз. Жақсы, Гүлнар әпке, мынау Асқар Сүлейменов біраз айтып қалдыңыз ғой. Соны
ана шашылып түскен тіркестер деген бонустай беттеген кітабында шашылып түскен тіркестерінде керемет ойлар бар. Мынау шығармалары өз алдына, оның ойлары өз алдына. Соны айтайын дегенім, Айша бибіні білесіз, махаббат символы тараздағы. Сол Айша бибінің сахнасында арабша жазумен жазылған, соны аудармасын берген екен Асқар Төлегенов. Сүмбіле, су суыды, өмір сұмдық екен. Бұны айтып отқан себебіңізді біліп отқан шығарсыз. Сіздің мынау Сүмбіле қыздың сырғасы деген кітабыңыздың атауына келсек керемет, ұнады осы атауыңыз. Ішінде өлеңдерінде оқыды, образдар бар екен. Осы жайлы Гүлнар Есеркепқызының Сүмбіле қыздың сырғасы атты өлеңдер жинағы сіздерді оқуға шақырамыз. Міне бұның ішінде Гүлнар әпкеміздің кереметтей сезімі, кереметтей махаббаты, туған жерге деген махаббаты, одан бөлек мынау елжандылық, ұлтжандылық қасиеті, патриоттық қасиеті, мына бәрі осының ішінде берген. Оқыңыздар, өкінбейсіздер. Міне енді сұрағымыз осы Сүмбіле қыздың сырғасы деп атауыңыздың сырын. Табиғат, түсіндіре кетсеңіз оқырманға. Тамыз айында туылған Сүмбіле айы деп айтады ғой. Осы ат қойған кезде осыны көп дау болды. Біраз ақын кісілер, қаламгер кісілер, ағаларымыз үлкен кісілер, ол қандай сөз? Сүмбіле деген қыз болады екен. Сүмбіле деген қыз емес, Сүмбіле ол дегендей болды. Бірақ мен түсінетінімде өзіме өте ұнады. Ол енді Сүмбіле деген ол қыз бола ма, ұл бола ма, ақын емес. Сүмбіле деген сөзіме өте ұнағаннан кейін, сол өзім Сүмбіле айында туылғаннан кейін Сүмбіле деп қойғым келді. Ана кітаптың тақырыбының өзі Сүмбіле қыздың сырғасы деген өлеңнің жолы. Кейінге дейін осыны Нұрмахан Бегалиев айтты, тақырыбың сәл біріктірген, әдемі ғой, әдемі болып тұр деді, жағысып тұр деді, бірақ Сүмбіле деген қалай болады екен өзі деді. Бірақ мен одан қайтпадым. Өзіме ұнады. Қыз емес, ол адам емес. Сүмбіле қыз деп өзімді сол айда туғаннан кейін өзімді бір Сүмбіле қыз деп атағым келді десем болады. Өзімнің өміріме байланысты өлеңнің ішінен алынған жыр жолы. Жақсы. Енді мынау сіздің жеке тағы да ақындық лабораторияңызға оралса, мынау 90 жылдар әрине ар жағын айтпаған мағжандар тұр ар жағында, мағжан керемет естет ақынымыз. Одан бергіде мынау 50 жылдардың басынан қарайтын болса, Қасым бастаған есіңдері Қасымның несі Қасым, әммесінен Қасымның ез басым деп жырлаған Мұқағали ақын жырлағандай, Қасым Аманжолов финелінен шықты деуге келетін шығар 60-90 жылдардағы ақындарды. Мұқағали Мақатай, Төлеген Айберген қандай керемет сағынышты лейтмотив етіп жырлайтын. Болмаса Фариза Оңғарсынова дауылды мінез ақыны. Мен осылардың, әсіресе Төлеген Айбергеновтың, Мұқағалидың стилін, сізден дәстүрін байқағандай болды. Мен осы ақындар сізге қалай шығармашылығыңызды өсіруге әсер етті, осы жөнінде айтсам. Және осының ізін жалғастырған тәуелсіздік кезеңі әдебиеті дейміз. Міне осы тәуелсіздік кезеңі, дәстүр және жалғастық деген мәселе бар ғой әдебиеттану ғылымында. Міне сол тұрғыдан келсек, сіздің тәуелсіздік кезең ақындарынан кімдерді жақсы, жаныңызда жақын етіп оқып жүресіз, және кімдерді атай алар едіңіз, оңтүстік өңірінен республика көлемінде болсын. Сұрақты түсіндім. Әрине Мұқағалиды, Фаризаны, Төлегенді оқымаған, оған еліктемеген адам жоқ шығар. Поэзияның, ұлттық әдебиетіміздің, поэзияның шыны ғой, олар биігі ғой, биігі. Ол Фаризаның абайлап ұстап, абайлап ашып оқығанбыз біз кезінде. Ол таңғалып, бұл осындай адамды өстіп өлең жазады екен қойды Фаризаның. Енді бәрі қыздар жиналып, өлеңдерді оқып, жаттап, өлеңдерін жырлап десек те болады Фаризаның өлеңдерін. Әлі ол кезде махаббат туралы өлеңдерді көп оқыдым. Жалпы Фаризаны дауылпаз ақын деп дайқылап келіп жатады, бірақ Фариза лирик қой,
өлеңдердің бәрінде қайсысының ішінде де бір терең мұң бар, бір сыр бар, түгесілмес мұңы бар, онда таусылмас сағынышы бар, оның мұң болса болсын мұңсыздықтан сақтасын дейтін ғой. Бүкіл өмірінің бәрінен бір терең әжім деп барып өткен сияқты, бір әжім түскенден бір мұң деген бәрінен өткен, сонысымен де фариза болған шығар деп ойлаймын. Мұқағали енді оның орны бөлек, оны қайталап айтудың қажеті жоқ. Төлеген Айбергенов те сондай, Төлеген Айбергенов те атақты ғой, бұл танымал ғой оның. Соның ішінде мен қазір жерде қарасам, өлең көктем төлеген деген өлең бар еді, соны төлегенге. Жүрегіме мұң тұнды, күйді кешті мың түрлі, орда бұзар отызда кетеріңді кім білді. Қыстың көшін көктемі келді тағы көктемің, қандай екен төлеген, көктем күйі көктегі. Көктем сайын жанарыш, басылмады сағыныш, беймаза бұл жүректе болар бір жаралыс. Көктем келді төлеген, қырды гүлге бөлеген, екі елдің ертесі ақ жалындай өленем. Адал туған алыштан, ол ең қалап алдаспан, арман қалды, ән қалды, мәңгі сенен адасқан. Төлегенге арнаған алғашқы өлең, қалам ұстаған кезімізде жазған алғашқы өлеңдердің бірі. Ал кейінгіге келетін болсақ, мен бұл жерде өзім созағыма бұрғым келіп отыр тағы да. Тәкем мен Асқардың қарындасымын ғой, созағыма бұрғым келіп отыр. Соның ішінде мен Дулат Пырантегіні, ол кісі жасы үлкен болғанмен, бірақ қалам ұстап кітабы шыға бастағаны осы тәуелсіздіктен кейін оның шығармашылығы өте өрістеп дами бастады, керемет кітаптар жазды, аудармалар жазды. Соның ішінде Дулат Пырантегінің ол кісі тарихи кітаптарды жазып жүрді, бірақ осы өлеңдері маған көп әсер етті. Оның өлеңдері өте білімді, өте сауатты кісі болатын, ол жан-жақты, және ол кісіде лирик болатын, лирикалық өлеңдері көп кәдімгі мен деген ақындардың қатарына қоятын. Анау сөреге апарып кітабын қайсы ақынның болса да қатарына қоя алатындай Дулат Пырантегіні. Ол кісі менің әрине ұстазым, өлеңдегі де, өмірдегі де ұстазым, әдебиеттегі де ұстазым. Көп сырласамыз, көп сөйлескен болатынбыз. Сондықтан оған деген менің құрметім ешқашан ақын ретінде, адам ретінде, ағам ретінде оған ешқашан бәсеңдемейді құрметім. Әлі күнге сағынамын, іздеймін. Және оның бір маған қатты әсер еткені аудармаларын оқи бастағаннан бастап таң қалдым мен. Қалай осы ауылда жүріп, елдің ішінде жүріп, ана орыс тіліндегі, оның ішінде шетелден аударылған орыс тіліндегі шетел аудармалар ішіндегілер қалай әдемі келтіріп, өлең жасап, соншалықты білімнің тереңдігіне, соның шеберлігіне осылай аударма жасау болады екен ғой деп таң қалған мен. Бірінші аудармаға келуінің себепшісі осы Дулат Пырантег ағамыз десек те болады. Және соның ішінде Алматыда жүрген Төреғали Тәшенов деген атақты ақынымыз бар, Қарабұтақ ауылынан шыққан Төреғали, баршаңыз білесіздер, жазушылар одағының мүшесі, журналистер одағының мүшесі, көптеген марапаттардың иегері, көптеген өнер фестивальдерінің, мүшәйраның жүлдегері. Бұны айтып тауса алмайтындай, жақында ғана елге осында бір кеш өткіздік, ол кісімен кездесу өткіздік. Бұл жолда бұл кімнің Төреғали Тәшеновтың өлеңдеріне тоқталсақ, керемет өлеңдер жазған, лирикасы да бар, басқа да бар, сықақ өлеңдері де бар. Соның ішінде бұның журналистік зерттеулерінің өзі қандай. Мысалы, менің бір сүйікті кітабым болды, Қара жердің кіндігі деген Төреғали Тәшеновтың кітабы. Соны енді күнделікті ақтарып бір-бір қарап оқып шығатынмын. Ішінде журналистік зерттеулер, жол сапарлар, жол жазбалар ішінде берілген. Кейінгі осы тәуелсіздіктен кейінгі таныла бастағандардың ішінде осы Төреғали Тәшеновтің өзін бөлек деп бір өз атқан кем болды. Төреғали Тәшенов, оқыңыздар Төреғали Тәшенов, көбірек жарнамалаңыздар, көбірек танытыңыздар. Сіздер әлі жассыздар, әлі қызметтеріңіз әлі алда. Осы Дулат Пырантегінің әкеліп, жуып әкеліп, ана созақтан Алматыда жүрген Төреғали Тәшеновтың біздің
оңтүстікті ғой деп танытып жатсаңыздар мына үстінде болар еді. Баршаларыңыздарға сіздерге Дулат Франсиевтің хаттарын, аудармаларын, Төреғали Тәшеновтің журналистік жазбаларын, мақалаларын, кітаптарын оқып, әрине оның өлеңдері өте керемет, баршаңызға ұнайды деп есептеймін. Неге осыларды атап айтқым келіп отырған осы екеуі. Жақсы, Төреғали Тәшеновтің Қазақ әдебиеті газетін оқып жүрсеңіздер, құрметті оқырмандар, көп өлең топтамалары шығып жүреді. Және Дулат Франсиевтің де мақалалары кезінде жақсы жарияланды. Өте білімді кісі. 20-ға жуық кітабы жарық көрген Дулат Франсиевтің, өте оқымысты кісі. Мен сол кітаптарды шын мәнінде оқуға шақырамыз. Ендігі мына сұрақ сіздің ерекше, сіздің шығармашылығыңыздағы ерекше арна дейміз ба, сіздің шебер аудармашылығыңыз жөнінде. Әрине бұл менің сөзім емес, Серік Ақсұңқарұлы ақынның сөзі. Мені тәрбиелеген Гүлнардың тәржімалары орыс ақындарының ішкі дүниесіне тереңдеп кіріп, оларда жан тәнімен ғашық болып аударған деп бағалаған екен Серік Ақсұңқарұлы. Мына сіздің аудармаларыңыз түйілше. Осы аударма жөнінде айта кетсеңіз. Аударма, әлгінде ғана айтып өттім, қымбатты достар, аудармалардың қалай келгенімді, бірден бір маған себепші болған, маған жол көрсеткен Дулат ағамның аудармалары болды деп есептедім. Бірінші, сол жалпы аударманы мен оқымайтынмын. Көбінесе аударма деген бір басқа ақынды қайталау сияқты болып, тастап кететінмін, көп жерде оқымаймын, кітаптарды оқып жүрген кезде. Ал енді осы Дулат аға айттым, мен көп оқыдым. Сонымен ол маған қатты ұнады. Біртіндеп өзім аудармаға қалам тербеп көргім келді, аудармаға қалам тербеп көргім келді. Сонымен алғашқы бастап осы қазір кімнен бастағанды есіме түсіре алмайтынмын. Бірақ Сергей сенің анаға хат дегенін аудардым, өзім бағасын өзім берсін, өзіме сәтті шыққан сияқты болды. Ахматовадан бастадым, бірнеше өлеңдерін аудардым. Цветаева бар, соның ішінде Высоцкий бар, өте жақсы көретін ақыным. Шетелдіктерден Гюгоны прозаик деп, романист деп есептейді, өлең жазатын да жүріп Виктор Гюгоны біле бермейді. Гюгоның өлеңдерінен де аударып көрдім. Және Бронте, ағайынды Бронте, апалы сіңілдер, осылардың шығармасын мен кітаптарын, романдарын өте жақсы көретінмін. Олардың да бірақ өлең жазады екенін біле бермейді екен. Неге соның Бронтенің апалы сіңілді Бронтенің кітаптарын аударып, өлеңдерден аударып жүрдім. Әрине соның ішінде атап өтетін болсақ, менің ең жақсы көретін ақыным, біреу түсінер, біреу қабылдар, Борис Пастернакты өте жақсы көремін. Пастернактың оның бір ерекшелігін, оның қиын тағдырын, қасіретті тағдырын, бәзмесеңізге де жақсы көремін. Оны да жұрт түсіне қабылдай бермейтін шығар. Мен осындай ақындарды аударып жүрмін. Және соның ішінде бір айта кетеді, кейін осы 1-2 жылдың көлемінде қазақ тілінен орыс тіліне аударуға тырысып жүрмін. Соның ішінде Тәкен Әлімқұловтың өлеңдерінен аудардым. Келесі кітапқа Алла қаласа, Алла бұйыртса келесі кітаптан көресіздер. Сырбай Мәуленовті жүріп қазір ұмытып баратсыз десек те болады, бірақ өте жақсы көремін Сырбай Мәуленовті. Одан да аударып жүрмін. Және қазіргі біздің поэзияның биік шыңында жүрген елдің бәрінің мойындатқан ақын, мемлекеттік сыйлықтың иегері Тыныштықбек Әбдікәрімұлы деген ақын ағамыз бар. Содан бірнеше өлең аудардым. Өйткені біреу қабылдады, біреу Тыныштықбек барып мына жерде өлең жақсы, аударма жақсы шыққан, бірақ Тыныштықбек сезілмейді деп те айтып жатты, бағалап жатты. Бірақ мен өз әлім келгенше өз ойымды түсінігімше Тыныш ағамның бірнеше өлеңдерін аударып көруге тырыстым. Соның ішінде мына бір өлеңін қазір сіздерге оқып беруге тырысайын, уақытыңыз бар болса.
Тыныштықбек Әбдімәкіл ағаны осылай сөйлетіппін деппін. Қазақ туралы өлең. Бұл да қазір мен тақырыбын көріп жүргенмін. Қазақ туралы тақырыбы қандай екен? Уай астам текті ақылды қазағым деген өлеңі мен былай сөйлетіппін. Велик ты, мой казах, и прост, и чист душой, как небесный окроплен росой, твоей печалью не без гордых я живу, и словом янтарным твоим будет обрамлен мой покой. Горестно тебе, тяжко сердцу моему, а радостью твоей душа пламеней, изранен ты слезами и сию от буйства чувств, то холоди, то грей. Но ты, уставший от жизни кусачей, от жизни собачьей, чужие беды тянешь как свои, в этом суть твоя, это в твоей крови. И потому ли на улице твоей всей души весны нет любви? Это ли тебе испытание? А глядя не спрошу, смертит вокруг толпа визги и лаяния, как убиваются, как серебро, а ты слеп душой, врагу, отец и друг. Велик ты и прост. Это погибель моя, скажешь, что в слове моем строчки вечно сохраня, чужого глупость броня, как кинжалом пером клоня, сынов твоих иной взгляд узрев, на тысячи осколков взорвусь и по костру, не обжигаясь, пройдусь. Казах, ты верен себе, что накажешь мне, признаешь как сына или нет, или скажет опять это бред. Я сын твой, по крови бунтарь, ты мой хранитель, израненной души нектар, печалью окропил, радости дал. Я твой бунтарь, ты небо священного дар. Деп Тыныштықбек ағамызды өз шамам келгенше орысша сөйлетіп көрдім. Бұндай бірнеше өлеңдерін аударып келе жатырмын. Қазір мен бір-екі ауыз айтайын. Бірақ бұл қазір біздің қоғамда ұнамайды. Өйткені біз орыс тіліне әбден не десек болады, кектеніп алғанбыз қазір біздің қоғам. Бірақ тіл мен әдебиеттің ешқандай кінәсі жоқ. Тіл мен әдебиет деген ол қоғамның қазіргі қоғамның бір теріс ықпалында кетіп бара жатыр. Бірақ орыс тілі деген кезде оған үре-түрегеліп қарсы болып жатырмыз. Ол басқа да, бұл әдебиет қой. Әдебиеттің, тілдің қай тіл болсын, мен бәрі тілді айтамын. Ағылшын тілі ма, өзбек тілі ма, қазақ тілі ма, тіл мен әдебиеттің, поэзияның ешқандай қоғамдағы болып жатқан оқиғаларға, қоғамдағы барша келеңсіздіктерге, оның бәріне тіл мен әдебиеттің. Еш кінәнің бәрі тек өзімізде, оны адамдарды сондай тілді солай осылай табанымызға лақтырып таптап жатқанымызды. Мен орыс тілін ғана айтып жатқан жоқпын. Жалпы қазақ тілінің де қазіргі күйі сондай кезде солай болып жатыр. Өзіміз, оған да өзіміз қазақтар кінәліміз. Рахмет, Гүлнар әпке, дұрыс айтасыз, өте дұрыс. Мынау ой өсіру үшін де мына сіздің аудармаларыңызды оқырмандарды оқуға шақырамыз. Гүлнар әпке мына кезінде Фараб кітапханасында мәртебелі поэзия мінберді жүрді, тұрақты түрде жүргізуші болған біздің лирик ақынымыз Нармаханбек Амбулатын, әйелдердің жыржағына деместің, ессіз сүйіп, же алмайды желесін деп қазақ поэзиясына келген Нармахан ағаның өзі сіздің кешіңізді, жүргізді поэзиялық кешіңізді. Мен сол Нармахан ағамызға биыл 80 жас мерейтой болып отыр. Жалпы осы Нармахан ағаның лирика жөнінде кішкене қысқаша пікір айтсаңыз, сосын осыдан қоса айтпай кетуге болмайтын бір тұлғамыз тұр. Бұл мынау біздің қазақ әдебиетінің кер бұғысы атанған, тым алыстан сыңсыта салған қар қызының әдемі ән естіледі. Біздің қазақ прозасына жырлай келген қара сөзбен Оралхан Бөкей деген классик жазушымыз биыл 80 жасқа толып отыр. Осы Оралхан аға жөнінде сіздің Алтайдан айға ұшып кеткен адам деген поэма деп айтуға да болады. Сіз өлеңдеп берген екенсіз, жыр жазған екенсіз. Міне осы қос тұлға жөнінде сіздің қысқаша пікіріңіз оқырмандарға.
әрине Нармахан ағамнан бастайын. Нармахан ағамнан бастайын. Әрине Нармахан ағам менің ұстазым десек болады. Көп сырластық, көп әңгімелестік. Ол барлық жағынан жаңағы жанымыз жаралып алғысы келмейді ол. Сөйтіп айналып әкеп тек айтпай келіп мен жаңағы қателіктерімді өлең олай жазылмайды, аударма ондай болмайды, мына кітабың дұрыс шықпаған дегенде бәрі әдемілік деп әкеледі. Сол үшін оның жанының соншалықты нәзіктігінің соншалықты маған жаны ашып тұратынын сезетінмін сол кезде. Сөйтіп бәріне келіп артымнан жайлап барып түсіндіреді. Өте жақсы көреді Нармахан ағам адам ретінде де, ақын ретінде де, және оның аудармалары маған көп әсер етті. Өте ұнайды Нармахан ағамның өлеңдері де, лирикасы. Лирик қой, табиғат қой. Табиғатпен Нармахан ағаны екі бөлек ала алмаймыз онда. Табиғатшылар дейсіз ғой. Иә. Ал енді жаңа айтатын болсақ, Оралхан Бөкейді сұрадым, иә, Оралхан Бөкейді. Мына кітаптың ішінде бар, Алтайдан айға ұшып кеткен адам. Алтайдан айға ұшып кеткен адам дегенде ол намысы. Ерте кеткені бір өкініш болды ғой бәрімізде. Индиядамыз оралмай тірі кеткен адамның несін мәйітін алып келіп табытқа салып әкеліп деген сол маған қатты әсер еткен болды сол кезде. Қанша жап-жас одан қанша үміт күтіп, қанша Асқар Сүлейменов сияқты оны да көп түсіне бермеді, оны да олардың Оралхан Бөкейдің де өзінің жеке бас трагедиясы қасіреті болды, бұның да қазір ғана мойындап жатыр. Сол кітаптарын енді оқыдым, қайталап оқитынмын, кейде алып ішіне бір афоризмдер, цитаталарын өзім алып теріп жазып қоямын. Енді Оралхан Бөкейді мен айтпай-ақ бүкіл қазақ біледі, әдебиет сүйер қауым түгел біледі деп есептеймін. Оған мен баға беретіндей шамада емеспін. Бірақ өзім оны соншалықты қаншалықты жақсы көретінімді айтқым келеді. Оның әрбір адамның жанына, психологиясына, табиғаттың қаталдығына, Алтай елін суреттегені, Алтайда тұратын халықтың мұң-мұқтажын айтқаны, оның анау жас кезінен бастап, аудандық газеттен бастап, Алматыға келгендегі жолына дейін соның бәрі маған қатты әсер ететін, өте мықты, өте өзін табынатындардың бірі. Поэзияда, әдебиетте табыну деген болады. Ол жеке басқа табыну емес, ол оның шығармашылығына табыну. Сондықтан мен Оралхан Бөкейге, Асқар Сүлейменов сияқты олардың бәріне табынамын десем де болады. Ал Нармахан ағамның әрине орны өте бөлек. Оны басқа бір сөйлеуге биікке қойып, Болат ағамның қатарына қойып, парақтап оқимын десем болады. Жақсы. Мынау Оралхан Бөкейдің өнерге ғашық етінді жаңа сіз айтып отқан өзінің келу жолын туралы очерктері болған керемет бірінші танытқан, оның кітабы шыққан. Мынау оқырмандарға соны оқуға шақырамыз. Оралхан Бөкей керемет, шын мәнінде Гүлнар апай айтқандай, кейіпкерлеріне өзімізде кезінде ғашық болып өстік. Сондай жан дүниенің тазалығы кейіпкерлеріндегі өрлі кейіпкерлеріне. Міне соның бәрі бізді оқырмандарды қызықтырады ғой деп ойлаймыз. Рахмет Гүлнар апай. Мынау енді сізді тағы да ақындық лабораторияңызға оралсақ. Сізді өлеңдеріңізді оқып отқанда Күнгей деген кейіпкерге көп жолықты. Мен осы жерде оқырманға құпияңыздан бөлісе кетсеңіз. Құпия дегенде өлең деген өсекші дейді ғой. Құпияда болмай қалды осы күні десем болады. Иә, бұл кейіпкері бар адам, қазір ол аңызға менің музама айналған, ал менің оқырмандарымның аңызына айналып кеткен кейіпкер тұлға. Үш кітабының енді тең жартысы сол Күнгей тақырыбына арналған. Қай өлең күзді әкелсем де мен деп Күнгейге бір соғып кетеді, жазды жырласам да Күнгейге бір соғып кетеді, көктемді жырласам, қысты жырласам да Күнгейге де күз келді ме қарағым деп күзді жырласам да оралған. Сосын
күнгейге қыстың келгені бұл қарағым деп тағы да айтып өтемін. Міне осының бәрі өмірімнің бәрінде менің поэзиямның, менің қаламның серігі болып келе жатқан күнгей деген адамның кейіпкердің өзі бұл қазір адам ретінде елдің, менің оқырмандарымның, менің жас қыздар, көбінесе жастар, үлкен кісілер оқиды, олар күнгейді адам ретінде қабылдайды. Күнгей деген сөздің өзін адамның аты, есімі ретінде қабылдайтындай дәрежеге жетті. Әркімнің бір музасы болады, әркімнің, бірақ менің бүкіл өмірімде, бүкіл шығармашылығымда өзі кейінгі 15 жылдың ішінде мына серік болып келе жатқан, көзімді ашсам көргенім дегенде осы күнгей деген кейіпкерім бар. Бұл өте адамның лирикасы, ішкі жан дүниесі жасырын болады, айта бермейді. Бірақ мен оның күнгей деп өзім жүрген жердің бәрі жар салып жүргім келеді. Әлі күнге дейін бұл менің соңғы демім біткенше өзіммен бірге жүретін кейіпкер деп есептеймін. Жақсы, Күнар әпке. Мынау сіздің осы күнгейден кейіпкеріңізден шығып отыр. Мынау сіздің өлеңдеріңіздегі қыз сөзі, жігіт сөзі деп берілетін өлең топтамаларыңыз бар. Сол енді керемет мағынаны Айсыздың үлгісі де бар, фольклор да бар. Бұның сезімде бір әдемі жігіт пен қыздың арасында әдемі бір таза мөлдір сезімде барын байқадым. Өте жақсы, қатты ұнады бізге. Міне сондай жырлар туындай берсін сіздің қаламыңызда. Енді мынау оқырманымыздан бірнеше сұрақтар кетті. Сізге сұрағымыз көп, Күнар әпке, бірақ уақытымызда кішкене таяп келе жатыр. Дегенмен де оқырманнан түскен сұрақты енді қысқа жауап бере берсеңіз, бір топтап оқимын, бір 5 сұрақты. Сіздің ұғымыңыздағы жан тазалығы. Екінші, сіз үшін ақындықтың бергені. Тағдыр ақынды түзейді дейді. Сіз осыған келісесіз бе? Осыған бір жол бересіз бе? Мен үшінші сұрағым осы ұғымыңыздағы жан тазалығы дейді. Жан тазалығы деген қазірдің тура осы өтіп тұрып жатқан уақытымызға, заманымызға, біздің жастарымызға әсіресе біздің қоғамымызға керек нәрсе жан тазалығы деген. Менің ұғымымда бұл жан тазалығы деген адал бол, қасыңдағы отбасың адам бол, істеп отқан. Ең бірінші менің бірінші орынға қоятын қызмет істеп жүрген кезде, бұл да мен осы дәрежеге жетуіме себеп болып, қызметке адалдық, мамандыққа адалдық деп айтатын. Мына осыны бірінші қойдым. Мен отбасымнан да бұрын қызметті бірінші қойдым. Менің отбасымды әрине жақсы көремін, бірақ кейін сырылып қалып, мен бүкіл өмірім осы кітапханамен байланысты өтті, шығармашылықпен байланысты өтті. Сондықтан бірінші бәр нәрседе мен мамандыққа адалдық болдым. Жанның тазалығы осы адалдық деп есептейтін едім. Әрине бұл мейірімділік, айналаңды сыйлау, құрметтеу, осының бәрі жанның тазалығы. Сіз үшін ақындықтың бергені дейді. Ақындықтың бергеніне менің жанымнан алғаны көп десем де болады. Қаншама ұйқысыз күндерім өтті, қаншама өзімді жанымды жегідей жеп жаралап, оның бәрі қағазға түсіргенше өзіңден өзің алысып кетесің. Сөздері ертпен мен бергенімше алғаны көп. Әрине қазір кішкентай ғана мынау сөйлеулерде сәл бір бұрышында ғана орным болса, тұрса сол жерде бұл маған ақындықтың бергені. Тағдыр ақынды түзейді дейді, ақынды түзейді дейді. Сондай ма дейміз сұрақ? Ақынды деп жазған сияқты, сіз осыған келісесіз бе дейді. Тағдыр ақынды түзейді дейді. Тағдыр түзейді дегенге тағдырдың көп ауыртпашылық, көп сын береді ғой. Алдына салғанда оның түзейтінін білмеймін, кейбіреуді сындырып жатады, біреу майысса да мұрт кетпейді, біреу мұрт кетеді, тіні беріп теректі құламайды деген өлең жолы бар ғой. Терек болсаң тіні тағдырдың қандай да бір ауыртпашылығына құламайсың, тінің берік болса. Майыссақ та мұрт сынып кетпеуге тырыстық.
осы тағдыр шыға сол бізді түзеп келе жатқан. Жақсы сұрақ, өте жақсы сұрақ екен. Келесі, естуімше қазіргі таңда мұражайда жұмыс істейді екенсіз. Ауысуымыздың себебі не дейді? Мен мұражайда жұмыс істеп өте жақсы көремін мұражайдың жұмысын. Менде мынандай бір тылсым дүние десек те болады. Осы кейін кезде мен кітапханадағы жұмысым аяқталатын болып зейнеткерлікке жақындап келе жатқан кезде мен музейде жұмыс істеймін деген бір ойымда бір жүрді. Бірақ маған ешкім музейге жұмысқа шақырып жатқан жоқ. Бірақ әйтеуір мен сол музейде жаңа музей ашылайын деп жатқан ғимарат, сол музейде жұмыс істейтін сияқты өзімде сондай бір ой болып жүрді. Сөйтіп кейде зейнеткерлікке шығып үйде отырған кезімде осы музейіміздің Сұлтанбек Қожаның атындағы музей, бізде Созақ ауданы тарихи-өлкетану музейі, облысқа белгілі, Қазақстанға белгілі үлкен мекеме, үлкен ұжым, қазір танылып келе жатқан өзінің іздеушілері бар. Осындай үлкен жақсы ауданның тарихын, өлкеміздің тарихын танытуда үлкен қызмет атқарып келе жатқан мекеме. Соның басшысы Незар Дүйсенбек деген директоры, өте беделді, танымал, осы музей ісіне көп еңбек сіңірген тұлға. Осы музейге келіп, бізді керек, жаңа ашылып жатыр, жаңа ғимарат келген кезде ойланбастан ертеңіне келе салдым. Содан бері қазір 2 жылға жуық жұмыс істеп жатырмын. Өзімнің біліміме білім қостым, әлі үйренерім көп екен, оны үйрендім. Ұжымда кітапханадан көп өзгешелігі бар екен оның да. Мына музейде қазір жұмыс істеп жатқаныма өте қуандым. Бұл музейдің маған әсері осы студенттік кезде болу керек. Алматыда бір семинарға барған кезімізде бір музейге апарды. Шағын ғана жаңғырту музейі ма қазір есімде жоқ. Шағын ғана 4-5 бөлмелі музей екен. Сол кезде бір қарапайым әйел адам тұрды. Біз кіріп дайындалып шешініп біткенше үндемей күтіп тұрдық та, ал бастаймыз ба деді. Екі тілде ана музейдің экскурсия жүргізіп таныстырған кезінде енді ананың біліміне, ананың соншалықты ананың бәрін миына сақтап, бәрін керемет түсініп, маған сұмдық өмір бақи әсер қалдырды сол. Экскурсия жүргізушінің қарапайым әйелдің екі тілде сонша бүкіл залды таныстырып, экспонаттар туралы әңгіме айтқан кезде көп нәрсе, жаңағы интонациясы, жүріс-тұрысы, ана білімділігі бәрі сауатты түсіндірген маған өмір бақи әсер етіп қалдырды. Енді сол кейін мен алдына шығып, қазір өзім экскурсия жүргіземін, көпшілік шараларын жүргіземін. Сол әйел адамның сол кездегі экскурсия жүргізгенінің менің өміріме сондай таңба салып кетті. Әлі күнге дейін таңғалып әсерімнің қазір орындалып жатқанына. Тағы сұрақ кеткенде қалып кетпесін, уақыт толық қасып, алда жаңа кітап жазу жоспарда бар ма дейді. Уақыттарымыз алмайын ба? Амандық болса, 4-ші кітапта жарыққа баспаға берілуге дайындалып жатыр. Бұл жолы әрине аудармаларымды бөлек кітап етіп, өз атына бөлек кітап етіп дайындап жатырмын. Ол аудармалар ішінде аударма өлеңдер болады, қазақ тілінен орыс тіліне, орыс тілінен қазақ тіліне, және орыс тіліндегі өлеңдерді де бір бөлек дайындап жүрмін. Орыс тілінде жазған өлеңдерді. Неге осындай сіздер көп уақыттарыңызды ала бермейді? Жақсы, Гүлнар әпкем, сізге деген сіздің шығармашылығыңызды көптеген қызығушылық танытып, оқырмандар сұрақтар беріп жатыр. Бір топтай салайын, мынаның ішінде шәкіртіңіз бар ма дейді, жас ақындардан кімдерді атай аласыз деген сұрақ. Жас ақындарға көңіліңіз тола ма дейді, бір сұрақ. Шәкіртім демеймін, бірақ жас ақындардың бәрін шығармашылығын осында бәрін көріп, оқып отырамыз ғой. Жастар қазір көп поэзияға құмар, әдебиетке құмар, өз орындарын ойып тұрып алып жатқандар бар. Бізден де жоғары дәрежеге кетіп, танымал болып үлгеріп жатқан жастар бар. Ақын болу, жазу жасқа қарамайды. Жастардың бәріне көңілім толады. Олардың өзінің жеке тұлғаларын, шығармашылықтарын бәрін сыйлаймын. Әрине олардың бәріне мен өзім дайындаған шәкірт жоқ, бірақ жастардың бәріне үлкен жетістік. Және осы жолы біз Созақ ауданынан шыққан прозаик қыз айтқым келеді. Одан үлкен, керемет классик шығады деп есептеймін. Жәудір Нартайды атап айтқым келеді, оның жеке кітаптары шығып,
созақтың әл атын шығаратын Асқар Сүлейменовтің, Тәкен Әлімқұловтың қарындасы болатын. Сода үміт күтетін қол астында жұмыс істеді, кітапханада болып, кейін түрлі себептермен қалаға ауысып кетті. Бірақ содан мен Жандыр Нартайға сенемін. Жандыр Нартай сөзіңізді аузыңызда жақында ғына біздер бір ай болып қалды, әдемі бір шығармашылық кеш арнаған Жандыр Нартай шығармашылығына. Сонда кеңірек таныстық. Жақсы, Гүлнар апай, көптеген біздің оқырмандар сізден жақсы танымдық шығармашылық бойынша кішкене мағлұмат алды деп ойлаймыз. Мен мына сұрақты қоймау мүмкін емес болып тұр. Бұған да қысқа жауап берсеңіз, күнделікті тұрмыста қандайсыз? Өлеңмен күнделікті тіршілігіңізді қалай үйлестіресіз дейді. Мысалы, көптеген ақындар жаңа өлең күйзелістен туып жатады, сол дұрыс па дейді. Түңілген сәттеріңіз көп болды ма дейді. Сіз шабытты қайдан аласыз? Әдебиет арнасында кімдерді тартасыз? Осы сонымен аяқталады сұрағымыз. Түңілген сәттерде мен көп адам болғасын, тағдыр болғасын, сында көп болады, сұрақта көріп, бірақ түңілген сәтім жоқ. Негізі мен түңілетін адам емеспін. Мүмкін ондай қатты сынаққа кездеспеген шығармын, кездеспей қояйын. Бірақ аттап өткім келеді бәрінен. Ондай өзім қатты жүрегіме қабылдағым келмейді. Өлең күйзелістен шығады дегенде, тым күйзелген кезінде жоқ. Мен өлеңдерім бәрі лирика болған. Менікі көбінесе сағыныш. Күйзеліс емес, сағыныш. Өмірдің өзі сағынудан тұрады, сағынышымды қайтарыңдар маған дегенде. Адамның бір әдемі кезеңі, күйзелістің бәріне, ақындардың бәрінде қасірет көп. Орыс ақындарымыз, қазақтың бәрінің басында бір қасіретті тағы бір қасірет драма дейді, жеке драмасы болып жатады. Мен әдемі күйде кеткім келеді. Алла қаласа соны маған берсін деп есептеймін. Жақсы, Гүлнар апай, мына сұрақты қоймай, өміріңізде ерекше таңғажайып сәттер болды ма дейді. Бұл мынау өміріңіздегі ең қуанышты тосын оқиға туралы айта кетсеңіз. Қуанышты сәттер әрине көп қой. Барлығы қуанышты. Алғашқы немеренің өмірге келген қуанышы, олардың алғашқы жүрген тұрған қуаныштары, баланың үйленгені екеу болып, бас екеу болып жатқан қуаныштары, қызметтегі қуаныштар, түрлі қуанышты сәттер көп болды. Бірақ тосын қуанған кезімді онша еске түсіре алмай тұрмын. Тосын сәттерім көп болған шығар. Қуанышты сәттерім көп болды, әлі де мол болады деп есептеймін. Жақсы. Сұрақты ұмытып кеттім, ашып жіберші. Кейін ренжіп қалып жүрмесін, осы біреуін жауап бермедім біреуіне. Сіз шабытты қайдан аласыз деген сұрақ ол. Кімдерді бір тұтасыз дейді, шабытты қайдан аласыз әдебиет арнасында кімдерді бір тұтасыз дейді. Қазақтың кез келген ақын жазушысын бір тұтуға болады деп есептеймін мен. Ал өзімнің жеке өзіме келетін болса, менің басқалар енді қалай қабылдайтынын білмеймін. Менің пірім өзімнің Дулат Тұрансен ағам, өзіне де айтатын, менің пірім Дулат Тұрансен ағам деп, Нармахан Беләдеп ағам жақсы сыйлаймын. Сіздің де пірім деп енді жұрт қалай қабылдайтынын білмеймін. Маған Дулат Тұрансен ағам өзімнің пірім. Жамбыл айтады ғой, менің пірім сүйінбай, сөз сөйлемен сүйінбай деп. Жақсы. Енді құрметті оқырмандар, міне бір күн кереметтей ақ қанатты періштем деп бізге құрметті қонақ болып келіп отырған ақын Гүлнар Өмірбекпен сұхбатымыз өз мәресіне таяп келе жатыр. Жалын мен оттан жаралған сөз доғасын қайсың бар дейді ғой ұлы ақын Абай. Міне бүгін Гүлнар Өмірбекпен болған сұхбатта табиғатпен жан негіз, өзіне тән сұлу да мөлдір әлемі бар ақын шығармашылығы бойынша, жалпы ұлттық әдебиетіміз бойынша біраз дүние айтылды. Ал одан тағылым алу оқырманның еншісінде. Онлайн сұхбатымызды Гүлнар Өмірбектің мынандай өлеңмен түйіндесек: ашық әлем, жүрегім ашық әлем, көгілдір көк аққайың жасыл емен, ғашық әнін тыңдашы асыл әлем, жүріп келем арманға асыға мен. Ендеше жүрегіміздегі асыл армандар мен ғашық әлеміміз таусылмасын, жазар көресің Гүлнар апай. Қазіргі қарбалас уақытта, қиын кезеңде, уақытта осынау
әулиелі мекен Шолақ Орданнан келіп бізге сұхбат беріп отырғаныңызға көптен көп рахмет айтамыз. Сіздерге де көп рахмет. Жырларыңызды оқи берейік, оқырмандарыңыз көп болсын.